Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір қамырдан 4 түрлі тағам түрін, яғни пирожкидің 2 түрін духовкада пісетін және де майға қуырылатын бауырсақ және де сосиска в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Қонақ шақыратын кезде немесе балаларыңызға істеген кезде барлығын қамырын бөлек-бөлек елеп жүргенше өте ыңғайлы, әрі осы қамырдан барлығы да керемет болып шығатын болады. Іші де толық пісіп, өздеріңіз көріп отырғандай жұп-жұмсақ болып әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз, үстінен ерітілген маргаринімізді құямыз, және де ыстық суымызды құямыз. Мендегі сүт салқын болғандықтан ыстық су құйдым. Енді бір араластырып, үстінен тұзымызды және де құмшекерімізді қосамыз. 2 ас қасық майонезімізді қосамыз да бір араластырып, үстінен ашытқымызды саламыз. Бастапқыда осылай қасықпен, кейін қолымызбен жақсылап тұрып, түйіршіктерін кетіріп араластырып аламыз. Үстінен еректен өткізілген, алдын ала өлшеніп алған ұнымызды саламыз да қамыр илейміз. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп осылай көрсетіп жатырмын, және де қажетті мөлшерлерін барлығын видео астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Өлшеніп алған ұнды осылай шетінен қоса отырақ жұмсақ қамыр илейміз. Қатты тығыз болып қалмау керек, және де қатты сұйық, қолға қатты жабысатын қамыр болмау керек. Осылай қамырды қолымызбен осылай басып, алып, ұрып отырсақ, қолымызға қатты жабыспайтын әдемі қамыр пайда болады. Қамырды қолымызбен қаншалықты көбірек бассақ, соншалықты қамырдың иі қанып әдемі көтерілетін болады. Енді бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 1 сағаттың көлемінде осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді сыпырамыздың үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз, және өзімізге қажетті пісіретін тағамдарымыздың түріне байланысты осындай бөліктерге бөліп илейміз. Күлшелеп алатын боламыз. Мен осындай 2 күлшеден қазір бауырсақ пісіретін боламын. Және басқа бөлшектерін осылай кішкентай етіп бөліп шығамын. Кішкентай бөлінген бөліктерден қазір пирожки жасайтын болам, және де сосиска в тесте жасайтын боламыз. Мен барлығын осылай бөліп шықтым. Енді осыны басқа бөліктерді бетін жауып қойып қоямыз. Видеода көрсетілгендей кішкентай бөліктегі қамырдың барлығын осылай күлшелеп шығамыз. Міне барлығын осылай күлшелеп алдым. Ал ана сосиска в тестеге қолданылатын қамырларды кішкене қолмен сопақтау қылып шықтым. Пирожкиге дайындап алған қамырларды осылай жайып, ортасына картошкадан дайындап алған салмамызды салып, түйіп шығамыз. Жақсылап тұрып біріктіруіміз қажет, майға түскен кезде ашылып кетпеу үшін. Енді майлықтың үстіне немесе осындай менкі сияқты сыпыра болса, соның үстіне қойып, бетін міндетті түрде жауып қоямыз, қаясып қалмас үшін. Салмасына қаласаңыздар, капуста сасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Міне осылай барлығын осы ретпен түйіп шығатын боламыз. Ал духовкаға пісетін пирожкиді осылай түйдім. Ортасына салмасын салып, жақсылап бекітеміз. Үстін ашылып кетпеу үшін жақсылап осылай бекітіп, осылай қалдыратын боламыз. Бұларды барлығын осылай түйіп алғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Енді кезекте сосиска тестелерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай қамырымызды, дайындап қойған қамырларымызды осылай рулет тәріздес етіп жаямыз да, қолымыздың көмегімен осылай сосисканың үстіне орап шығамыз, видеода көрсетілгендей. Барлығы мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Егер қаласаңыздар, өздеріңіз жаңағы таразымен өлшеп алсаңыздар болады, сонда барлығы бірдей болып шығады. Міне осылай сосиска тестелерімізде барлығымызды түйіп шықтым. Енді бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте осындай бауырсақтарымызды дайындап алатын боламыз. Осы 2 күлшеден бауырсақ дайындайтын боламын. Видеода да көрсетілгендей жайып алатын боламыз. Өзіңізге ұнаған, қалаған қалыңдықта жайсаңыз болады.
Осылайынан жайып бөліп алам. Төрт бұрышты бөліктерге бөлем. Бұдан да қалынырақ қылуға болады. Екінші қамырды да тура осылай жайып, кесіп дайындап аламын. Бұл қамыр жұмыс істегенге өте ыңғайлы, сондай әдемі қамыр болып шығады. Қонақ келетін кезде немесе балаларыңызға істеп бергенге өте ыңғайлы. Бұл қамырмен пицца пісірсеңіздер де болады. Міне барлығын жаңағы дайындап қойған пирожкиларым, сосиска тестелерім бәрі осылай расстойкада тұрып көтеріліп тұр. Мына бауырсақтарым. Ендігі кезекте жаңағы сосиска тестемен духовкада пісетін пирожкиларымызды противенімізге саламыз. Және де мына пирожкиларымыздың үстіңгі жақтарын тағы да кішкене қысыңқырап жібереміз, себебі пісу барысында үсті жағы ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай қысыңқырап бәрін осылай салып аласыздар да жұмыртқа жағып шығасыздар. Жұмыртқа менде үйдің жұмыртқасы, сондықтан сап-сары әдемі болып тұр. Егер де магазин жұмыртқасы болса, тек сарысына кішкене су немесе сүт араластырып жеп жақсаңыздар болады. Осы кезде пешті алдын ала қыздырып қоясыздар және қызып тұрған 180-200 градус пешке салып қызарғанша әдемілеп пісіріп аласыздар. Ал енді тоқаштарымызды пісіріп аламыз. Қызған майға осылай тоқаштарымыздың барлығын салып, екі жағын әдемілеп қызартып пісіріп алатын боламыз. Мен сұйық майға кішкене тоң майды араластырып жібердім. Сол кезде біздің тоқаштарымыз қатты майлы болмай, әдемі болып пісіп шығатын болады. Екі жақ бетін осылай пісіріп аламыз. Орташа отта пісіресіздер. Осы ретпен барлық тоқаштарымызды пісіріп аламыз. Ортасын қараңыздаршы, әдемі болып пісіп шығады. Өте дәмді. Енді кезекте пирожкиларымызды пісіріп алатын боламыз. Пирожкиларымызды осылай салып, майымыз қатты қызып кетпеу керек. Орташа қызған майда, баяу отта, қатты баяуда болмайды, орташадан сәл төмен отта осылай екі жақ бетін әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Егер де қатты қызған майға салып жіберетін болсаңыздар, онда сырты тез пісіп кетеді да ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қызбаған майда орташадан сәл төмендеу отта екі жақ бетін қызартып әдемілеп пісіріп аласыздар. Негізі тоқаш пісірмей тұрып осыны пісіріп алып, содан кейін тоқаш пісіру керек еді негізі. Бірақ тоқаш пісіріп алғаннан кейін мен кішкене майды кішкене суытып алып барып пісірдім пирожкиларды. Міне осылай қып-қызыл болып әдемі болып пісіп шығады. Басқа пирожкиларды дәл осы заңдылықты сақтай отырып пісіріп аласыздар. Піскен пирожкиларымызды міндетті түрде қағаз салфетканың үстіне сүзіп алыңыздар. Сол кезде артық майларын сорып алатын болады. Құрметті менің оқырмандарым, алдақшатын рецепттер жіберіп болмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және де қоңырау шалып белгісін басып қойыңыздар. Міне осымен біздің пирожкиларымыз, барлық өнімдеріміз дайын болды. Қараңыздар, ортасы толық пісіп, өте керемет болып шығады. Әрі бізде духовкада піскен пирожкиларымызда, сосиска тестелерімізде осылай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және видео ұнаса лайк басып, поделиться батырмасы арқылы достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.